тұтынушы ретінде қалтаға қағаз ақша салып жүру керек деп айтайын. Тұтынушы ретінде мен талап қоямын ғой. Егер ақшасы төлем жасайын десем, мен сондай талапты өзінің кабинетіне көрсетемін. Егер де ол тасымалдаушы мені қазір апармаса, мысалы, аэропортқа барамын, вокзалға барамын, 2 минутта басқа апарушы келеді. Өзіңіз білесіз, қазір бізде бәсекелестік өте дамып жатыр. Ол біріншіден. Екіншіден, егер такси жүргізуші мені тек қана қолма-қол ақша немесе басқа мобильді аударымдарға апарам деп жүргізсе, оның енді операторы тарапынан да сұрақтар туындауы мүмкін, себебі олардың рейтингтары бар, активность деген рейтинг бар да, олар түсуі мүмкін. Сондықтан заңды түрде салық төлеуші ретінде тіркеліп, 1% салық төлеп, заңды алаңда жұмыс жасап, сондай ақыл береміз. Болашақта жаңа Тимур Желіш айтқандай, біз осы операторлармен қазір меморандум жасап келісіп жатырмыз. Болашақта осы заңнамада көрсетіп, агенттік деген мағынаны кіргізбекшіміз. Мысалы, операторлар мынау таксидің құнына сол біздің салықты қосса, өздері бюджетке алып тастаса, салық төлеуші органдармен қатынасы жоқ, тек қана жұмысымен айналысуға. Сондай элемент қоспақшымыз жаңа салық кодексіне. Оны қазір қолдау табылып жатыр, жаңа кодексте сондай нормалар болды. Сіз такси қызметін ғана айтып кеттіңіз, ал базардағы сатып алушылар, оларға да оларды қалай реттейсіздер? Оларға енді қалтасына ақша салып жүруге тура келеді ол. Базардан зат сатып алушы адамдар. Олар енді аударым жасай алмаса, қалтасына ақша салып жүру керек болады ғой, солай ғой, иә? Енді қазіргі таңда базарға барып қалтасына ақша салып жүру деген өзіңіз осы жағдай болғасын, өзім де базарды барып қарадым. Егер бір жерде төлем мобильді аударып жасалса, екінші жерде оларда QR код бар. Мен өзім қалтама ақша салмаймын. Егер бір жерде сатушы QR код сұраса, мен сол QR код арқылы төлеймін. Егер екінші жерде мобильді аударып жасалса, мен өзімнен сұраймын. Базардың аты базар, сатушылар көп. Қай жерде заңды түрде сақталады барлық ережелер. Сол жерге төлеймін де заты сатып аламын. Екеуінің бағасы бірдей, өздеріңіз білесіздер.